Мен негізі таксовод етіп жүрген адаммын. Таңғы сағат 8-де шығып келатсам, ана бір жігіт тоқтады, аға поликлиникаға апарып тастайсың ба деді. Жарайды деп салып алып келатырмын. Аға Каспийіңізге аударайын деді. Мен тұрып Каспийге аударсаң қатанға түседі да, сонымен өзіме де черный кассасы болсын деп, інім банкоматтан шешіп бере салшы деп банкоматқа тоқтадым. Ана жігіт барып келем дегенше насыбайымды атып алайын деп тілдің астына лақтырып атқанмын ғой. Сонымен тамағым өтіп қалса бола ма? Содан жөтелем, шықпайды, жұтынам, кетпейді былай. Су жоқ майшада. Ана жігіттің пакетіне қарасам, мынандай бір қызыл крышкада, мынандай стакан сияқты апельсинный сок құйып алыпты. Сол жігітке апарып алып бере салармын дедім да, анан алып қағып жібердім. Ана жігіт кіріп атқан, ішіп атқан кезде ол көрді да машина ішіне құсып, мен анау тамағымдағы ащы, анау жағы соғы да ащы. Яптайым, қазір соқтар не болып кеткен деп қоям. Сөйтіп жаңа білдік қой, ана соқтың соғы емес, сідіктің анализ екенін. Ёп, твоем, жүрегімді ақ кетті.